Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Жақсы болса, сабағымызды бастайық. Сауат ашу 31-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы денсаулық зор байлық, дені саудың жаны сау. Бүгінгі сабағымызды тыңдалған материал бойынша өз пікірлерімізді айтамыз. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтамыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын, мына қызықты бейнебаянға назар аударайық. Аланаға, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде болғаның дұрыс. Тиетін суық ақыры тиіп қойды ғой. Бұдан қатты ауырып қалмаспын. Данажан, ауруды асқындырып алмау үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар. Ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын. Тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын болам. Дұрыс, Дана. Жаттығулар жүрек пен өкпеге күш береді. Сонымен бірге, жаттығу кезінде сақ болу да маңызды. Қалайша? Денең қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі, желден сақ болу керек. Онда желді, жаңбырлы күндері дене шынықтырумен айналыспаған дұрыс шығар? Жоқ, ауа райы жаттығу жасауға бөгет емес. Жаңбырлы күні жаттығуды үйдің ішінде музыка қосып қойып жасаған жақсы. Қатты терлепсің ғой? Иә, көрпе жамылғаннан шығар. Терлегенің жақсы болды. Тер дегеніміз денедегі ерекше бездерден бөлініп, тері арқылы сыртқа шығатын ағзаға керексіз зат. Оның шыққаны денсаулыққа пайдалы. Мен ауырып қалуымның себебін білдім. Кеше дене шынықтыру сабағынан шөлдеп шығып, бірден суық су ішіп едім. Данажан, бұдан бұлай олай істемейсің ғой? Жоқ. Сен жазылған соң саябаққа барамыз. Мен онда дәрімді уақытылы ішіп, тезірек жазылуға тырысам. Балалар, қызықты бейнебаянымызды көре отырып, сұраққа жауап берейік. Бейнебаяннан не түсіндік? Дана қыздың қателігін қолдайсыздар ма? Денсаулық сөзін қалай түсінесіздер? Балалар, дені саудың жаны сау демекші, бірінші жаттығуда 71-ші бетті ашып, мәтінді түсініп тыңдайық. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығына байланысты. Егер денің сау болсын десең, оны шынықтыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі жақсы болады. Ақыл ойы да тез дамиды.
Сондықтан денсаулықты күту қажет. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, тазалықты сақтау керек. Дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керек. Сонымен балалар, денсаулықты күту үшін не істеу керек екен? Денсаулық байлық негізі демекші, дұрыс тамақтану, дұрыс айтасыңдар балалар. Өте жақсы, дұрыс тынығу. Жарайсыңдар, дене еңбегімен шұғылдану, өте керемет. Балалар, тазалықты сақтау, ол денсаулық байлығы. Балалар, кітабымыздағы 72-ші бетті ашып, 3-ші жаттығуға қарайық. Бұл жерде өлеңді көшіріп жазамыз, және бұл жерде заттың атын білдіретін сөздерді табамыз. Ақын әнші той бастар, шешен адам сөз бастар, батырлар бар қол бастар, көпті көрген жол бастар. Балалар, бұл жерде зат есім кім? Ақын. Астын сызып қоямыз. Балалар, берілген тапсырманы орындап, ұстаздарыңызға жолдасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.